Сәлем баршаға. Бүгін ұлу жылы туылған жандарды айтамын, яғни дракон жылы. Қандай адамдар олар? Олар ешкімге бағынбайтын, өз дегенімен жүретін, қойған мақсаттарына жетпей қоймайтын адамдар. Ешқашан бір орында тұрып қалмайды, әрқашан движениеда болатын адамдар, постоянно биіктерге стремиться ететін адамдар, өте амбициозный болады. Мінездері өте ашық, ақ көңіл болады. Жүректері таза, наивность бар, аңқаулау болады. Біреу қиналып тұрмын, көмектесіп жіберші десе, көмегін ешқашан аямайды. Особенно солай қиналып жүрген адамдарға жағдайы болып тұрса, дракондар әрқашан благотворительность дейді ғой, осындай қамқорлық көрсетеді, көмек көрсетеді. Олардың душалары сондай щедрый адамдар ғой. Өздерінің пысықтығының арқасында, күшінің арқасында, өздерін ешқашан аямайды, упорно тірлік істегеннің арқасында дракондардың 90% бай тұрады. Өте жағдайлары жақсы болады. Ешкімнің кеңесін тыңдамайды. Тыңдаса да, ол біреудің кеңесімен жүрмейтін адамдар, тек қана өзінің ойымен, өзінің идеясымен, өзінің ішіне шыққан кеңесімен ғана жүретін адамдар. Махаббатта адал болады, романтик, мінездері өте жұмсақ. Оңайлықпен ашуланбайды, бір ашуланса ураган сияқты қырып жіберетіндей мінездері бар. Өте любопытный болады, әрқашан бір информация іздеп жүреді, әрқашан бәрін білгісі келетін адамдар ғой. Әңгіме айтқан жақсы көреді, әңгімелескенді, сөйлескенді, әңгіме айтқан кезде бір басынан, ұзағынан бастағанды жақсы көреді. Сондықтан болар көптеген адамдар көп сөйлейді деп ойлайды дракондарды. На самом деле олар мені түсінсін деген оймен бар әңгімесін басынан бастағанды жақсы көреді. Қандай жетістікке жетсе де қанағаттанбайды бұлар, қанағаттана алмайды. Бұлар большего и большего хочет. Қаншалықты бай болса да, одан да бай болғысы келеді. Қаншалықты көп ақша тапса да, одан да көп ақша табатын жолдарды іздестіреді. Бәрін білгісі келеді, бәрінен хабардар болғысы келеді.